Сәлем достар, сіздермен бірге бәрі-бар арнасы. Бүгін сіздер бір қарағанда қарапайым болып көрінетін, бірақ сіздің миыңызды ауырта алатын сұрақтарға жауап бересіздер. Бұл сұрақтарды атақты Google және Microsoft сияқты компаниялар алатын жұмысшыларына қояды. Егерде осы сұрақтардың бәріне бірдей жауап бере алсаң, онда сенің интеллектің жақсы дамыған. Ендеше біз видеомызды бастаймыз. Бір фермердің 15 ақ қой бар болатын, олардың 8-нен басқасы өліп қалды. Сонымен фермердің неше қойы қалды? Жауабы 8. Бұл жай ми қыздыруға арналған оңай сұрақ болатын. Әрі қарай кеттік. Елестетіңіз, сіз жүгіруден жарысқа қатысып жатырсыз. Жарыстың мәресіне жақындағанда сіз екінші келе жатқан адамды басып оздыңыз. Сонымен, сіз нешінші орын иелендіңіз? Жауабы 2, себебі сіз екінші орындағы адамды озсаңыз, сәйкесінше сол адамның орнында боласыз. Сізде шексіз су көзі, 5 литрлік және де 3 литрлік 2 шелек бар. Осы 2 шелекті ғана пайдаланып, 4 литр су өлшеп алыңыз. Жауабы ол үшін сізге бірінші 5 литрлі шелекті толтыру керек. Сосын оны 3 литрлі шелекке құясыз. 5 литрлі шелекте 2 литр су қалады. Сосын 3 литрлі шелектегі суды төгіп тастап, орнына 5 литрдегі 2 литр суды құйыңыз. Сосын 5 литрлі шелекті толтырып, сол суды 3 литрлі шелекке құйыңыз. 3 литрлі шелекті толтыруға 1 литр ғана керек. Ал 5 литрлі шелектен 1 литр су алып кеткеннен кейін, сәйкесінше 4 литр су қалады. Айтпақшы, бұл сұрақтың тағы бір шешімі бар. Егер тапсаңыз, комментарийге жазыңыз. Отбасында 5 қыз бар. Дәл қазіргі уақытта олардың барлығы бір нәрсемен айналысып отыр. Бірінші қыз кітап оқып отыр, екінші қыз шахмат ойнап отыр, үшінші қыз ас дайындап жатыр, төртінші қыз кір жуып отыр. Сұрақ: 5-ші қыз немен айналысып жатыр? Жауабы: ол екінші қызбен шахмат ойнап отыр, себебі шахмат 2 адаммен ойналатын ойын ғой. 4-ші сұрақ. Бұл шын өмірден алынған сұрақ. Әлемге әйгілі Nike компаниясы Африкада аяқ киім шығаратын компания ашқан болатын. Бірақ компания товарлардың ұрлану мәселесіне тап болады. Сосын Nike компаниясы ұрлықты тоқтатудың қарапайым және де қу шешімін ойлап табады. Сұрақ: олар қандай шешімді ойлап тапты? Негізі бұл сұрақтың жауабы өте оңай. Nike Африкада тағы бір компания ашты. Бірінші компанияда тек аяқ киімдердің оң жағын өндірсе, екінші компанияда сол жақ аяқ киімдерді өндіретін болады. Сәйкесінше, аяқ киімдердің тек бір жағын ғана ұрлау ешкімге тиімді емес. Видеоның соңына қарай қиын сұрақ. Сіздің алдыңызда өлім жазасына кесілген 4 тұтқын тұр. Оларға 2 ақ және де 2 қара шляпа кигізілген. Тұтқындар өздерінің басында қандай түсті шляпа екенін білмейді. 4-ші тұтқынның басына ақ шляпа кигізіп қабырғаның артына қояды. Ол басқа тұтқындарды көрмейді. Ал 1-ші тұтқын 2 мен 3-ті көріп тұр. Ал 2 болса тек 3-ті көреді. Ал 3 болса алдында тұрған қабырғадан басқа ештеңені көрмейді. Сонымен, төраға осылардың кез келгенін өз шляпасының түсін дұрыс тапса, сол адамды босататындығын айтады. Сұрақ: қай тұтқын өз шляпасының түсін бірінші болып айтты және де дұрыс айтты? Жауабы 3 пен 4 үндемей тұр, себебі олар мүлдем басқаларды көрмейді. Ал 1-ші болса, көз алдында 2 түрлі шляпаны көріп тұрады. Сол себепті ол да үндемейді. Ал 2-ші болса, алдындағы адамның шляпасының өз шляпасына ұқсамайтындығын 1-шінің үнсіздігіне аңғарады. Сол себепті ол 1-ші болып өз шляпасының түсін табады. Ал енді комментарийге өзіңіздің неше сұраққа жауап бергеніңізді жазып кетіңіз. Бүгінгі видеомыздың соңы достар. Егер сіздерге бүгінгі видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп, лайк басып, бізді қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.